Газета журналларда нинди темалар үстінлік ите, татар оқушысын нәрсе жәлеп ите. Әлігі сұрауларға жауап матбуғат күзетуі сәқифесінде. Сөзіне журналист Меңназим Сәфәровқа берем. Хайырлы күн, мұхтарам тамашашылар. Сыфатлы татар матбуғатын күзетуіне давам етебіз. Татарстанда ғана түгіл, бүтін Россияда белгілеп өтілген ең әһәмиятлі тема ол бірінші президентіміз Ментимир Шаймиевнің өмір бейремі. Аңа 85 жаш толыны еске алмаған біргіне массы көлемі мәгълүмат шарасы да қалмағандыр. Югары кәнәфиден кету білен танқид утына душар болған жетекшілеріне көп көргенліктен, саясат мейданда ұзын-ұзақ тұрып қалған Ментимир ағаны шулай зурлауны, халқыбызны, республикасыны танылып тақап өтірге керектір. Ватан Татарстан газетасы да дәулет кеңесшісінің юбилейіне бағышланған язмаларға кірішіне ил ағасы деп исім берген. Заманалар өзгергенде, дүниялар бұталғанда, қиынлықlardan шығу yolu табылмағанда, миллионлаған кіші язмышы үшін жауаплылықны өз істіне алыға қорықмаған зирек шәхісі бізге түрлі яқтан келіп берілген бейлерінің бірсі де арттыру түгіл деп етірейдім. Кішілеріні яратқан кішінігіне шулай өз ете аладыр халық бей қадар халық. Алға табады Аллах тәлі аңа бәрекәтлі өмір берсіне деп тілейік. Жыр қайшан өзекке өтіп кіре. Халық қабыл етсін үшін жыршы нинди сыфатларға ие болырға тиіш. Заманса жыршыларыны қайда тәрбиелейлер. Әліге һәм башқа сұрауларға жауапны Ватан Татарстан газетасы журналисті, Татарстанның халық артисті мұғаллиме Римма Ибрахимова белән бергә ләбізләгән. Абруйлы шәхеснең ихлас жауаплары булдылы-булмадылы фикер таратушылар янәшәсендә айрыуча саллы һәм шандырлык яңгырый. Укырга киңәш итәр идем. Әлеге газетадагы тагын бер игътибарга лаек язма публицист, сәясәтче Рәшид Фәтхрахмановның «Бәхетсез бәхетлеләр» дип аталган мәкаләсе. Ул гап-гади мисаллар янәшәсендә бүген ничек итеп бәхетле яки бәхетсез булып яшәргә мөмкин булуы турында сөйли әлеге язмасында. Авторның фикерләрен истән чыгармыйча бәхетле булып яшәргә язсын иде. Безнең бабай үзебезнеке дигән беренче биттән соң Шәһри Казан газетасы Хикмәтихада дуңгыз йөрәкле кеше турында язма биргән. Баксаң, Америка Кушма Штатларында беренче тапкыр кешегә дуңгыз йөрәге күчереп утыртканнар икән. Газета журналисты Казан казыйыннан, мөселман дини күзлегеннән моңа бәядә бирдергән. Ничек кенә булмасын, һәр кайсыбызга да үз йөрәге, үз саулыгы белән яшәгән насыйп итсен иде. Ислам динендәге ярый-ярамыйлар турындагы теманы Татарстан яшьләр газетасы дәвам иткән. Исламда тормыш күпкә җиңелрәк дигән әңгәмәдә Коръәнне русчага мәгънәви тәрҗемә иткән гарәп теле курслары һәм дини китаплар авторы дин белгече Илнур Әбу Гадел күп кенә тормышчан сорауларга җавап биргән. Дингә мөнәсәбәте булганнар өчен бик актуаль әңгәмә дияр идем. Уку кешенең фикерләү сәләтен арттырып калмыйча, аның тормышын гадирәк, мәгънәлерәк тәйт дип раслый белгечләр. Укудан аерылмасак иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булышам. Исәнлектә күрешик.